ары қарай кеттік. 12-де 8-ші есепті шығарайық. Біріншісінде көлік жолда 02 сағат кешікті деді. Яғни Т тең болады 02, ол бізде 5-тен 1, иә? 5-тен 1 сағат кешікті. Одан кейін жылдамдығын 15 км сағат арттырып, 60 км жол жүрген соң кешіккен уақытты қуып жетті дейді. Значит, бірінші жылдамдығы оның x болатын болса, ол оны 15 километрге арттырды, яғни x плюс 15 болды. И сөйтіп ол 60 километр қашықтықты жүріп шықты. Көліктің бастапқы жылдамдығы қандай? Түсінікті. Значит, V көлік қандай? Так, хорошо, бұл жерде бізде яғни формуланы қалай құрамыз? Бірінші S, яғни 60, оны жылдамдыққа, алғашқы жылдамдығы қандай болды? Оның x болды, я, алғашқы жылдамдығы. Енді бізде ол кешікті деп тұрғаннан кейін, яғни 02 сағат кешікті деп тұр ғой, значит, ол минусоваться етіледі. Кешіктікеннен кейін x плюс 15, сонда ол 5-тен 1 сағатқа кешікті деп мына Т уақытқа теңестіріп жібереміз. Так, енді ары қарай ортақ бөлім. Ортақ бөлімі мына жерде 5x, x плюс 5 қой, түсінікті, x плюс 15, то есть. Сонда мына жерде 5x плюс 15-тен келеді. Мына жерде мынада екеуінен келеді 5x-тан, ал мына жерде x плюс 15-тен келеді. Так, мынада екеуін көбейтсек 300, x плюс 15 минус мынау 300x тең болады x плюс 15. Так, ары қарай ашайық. 300x, 300-ді 15-ке көбейтсек, так, калькуляторым. 300 көбейту 15, 4500 минус 300x. Мыналарды шығарайық, минус x квадрат болып шығады, мынау 15x шыққанда минус 15x болып шығады, иә? Тең болады 0. Так, енді мына 300x пен минус 300x қысқарайын деп тұр. Минус x квадратты бірінші жазайық, минус 15-ті екінші жазайық, 4500-ді үшінші алып жазайық. Тең болады 0. Минус 1-ге көбейтіп жіберейік бәрін. Сонда x квадрат плюс 15x минус 4500 болады, иә? Так, енді дискриминантпен шығарайық. Дискриминант бізде тең болады 15-тің квадраты 225 минус 4 көбейту минус 4500, мына минуспен плюс болып кетеді, иә? Так, бірден есептесек 4500-ді 4-ке көбейтем, оған қосамын 225, ол бізде болды 18225. Так, енді x-ті табатын болсақ, ол бізде минус 15 плюс минус 225-тің, мынаның түбірі 135 бөлу 2 көбейту 1, иә, значит 2. Сонда x бірім менде тең болады, бірден есептек, минус 15 плюс 135. Так, 120 болады, 12-ке бөлсек 60 шықты. Ал x2 минус 15 минус 135, менде 150, иә? Бөлемін 2-ге, ол менде минус 75-ке тең. Енді бізде жылдамдық минус болмайды, сондықтан біз жылдамдықты 60 деп бір шешімі бар деп аламыз. Осының екіншісі, так, 12-де 8-де баржа сағат 9-да А пунктінен 60 км жоғары орналасқан Б пунктіне жолға шығады. Так, мына жерде Адан Б-ға дейін ол жолға шығады сағат 9-да. Б пунктінде 2 сағат аялдайды. Мына жерде 2 сағат тұрады. Кері шыққан баржа сол күні А пунктіне 19 сағат 20 минут жүзіп жетті. Так, мына жаққа қарай кері шығады 19 сағат 20 минут. Жерде 3 түрлі уақыт бар, қараңыз. Т А пунктінен дейікші, А пунктінен шықты, ол 9 сағат жүреді. Сағат 9-да. Сағат 9-да, иә. Б пунктінен, ол мына жақ, Б пунктінде ол 2 сағат тұрып қалады. 2 сағат тұрады. Потом обратно қайтқан кезде Т уақыты 19 сағат 20 минут. 20-ны бірден сағатқа айналдырайық. 60 минутқа бөліп жіберейік, сонда 19 бүтін. Екеуін қысқартсақ 1 бөлу 3, иә, 1 бөлу 3. Так, бұрыс бөлшекке келтірейік, 19-ді 3-ке көбейтем. 57, оған 1 қосам 58.
Так, мынандай уақытта ол мына Б-дан А-ға кері жетеді. Өзен ағысының жылдамдығы В өзен 3 км сағат болатын болса, А-дан Б пунктіне баржа қанша уақытта жүзіп келген дейді. Енді есть В өзен бар, иә? Енді менде жылдамдық біріншісі. Бұл А-дан В-ға қарай кетіп бара жатырғандағы жылдамдығы. Яғни А-дан В-ға қарай кетіп бара жатырғанда ол ағыспен бірге жүзгенде x плюс 3 болып жүзеді. Кері қайтып батқанда ағысқа қарсы жүзгенде x минус 3 болып жүзеді. Түсінікті ғой енді. Ағыспен жүргенде мына өзеннің ағысы көмектеседі, жылдамдығы артып кетеді. Қарсы жүзгенде ағыс сопротивление болады, жылдамдығы азайып қалады, минус 3. Так, енді бұның формуласын құрастыру үшін. Бірінші 9 сағат жүрді. 9 сағат, таңертең 9-да. 9 сағат. Таңертең 9-да деп қояды, мүмкін кешкі 9-да да болуы мүмкін. Плюс А-дан В-ға қарай кетті. Қашықтық бізде 60. Кстати, мен қашықтық жазбай кеттім ғой мына жерде. Қашықтығы 60 деп айтты ғой мына жерде. 60 деді, S 60-ға тең. Қашықтығы 60. X плюс 3 пен жүзіп баратыр. Б-ға келді, 2 сағат тоқтады. Содан кейін барды да ол кері қайтады. Кері қайтқанда 60, уже жылдамдығы x минус 3 пен ағысқа қарсы кетіп баратыр, иә? Так, и осыған ол уже қанша уақытта қайтады? 58-де 3. 58 бөлу 3, мынандай уақытта қайтады. Қанша уақытта жүзіп келген уақытты табу керек. Так, хорошо, бізде формула примерно осындай болу керек. Мына жерде менде ортақ бөлімі 3. Мына екеуі формула ғой, x квадрат минус 9-ның формуласына келеді, а квадрат минус b квадрат. Так, ары қарай шығарайық. 9-ды 2-ге қоссам 11. 9 2-ге қоссам 11. Бұларға да көбейту керек болады. 11 көбейту 3x квадрат минус 9 дейік. Плюс мына 60-қа көбейтемін 3x минус 3-ті. Плюс мына 2-ні ұш қосып жібердік, 11-ге. Мына 60-қа көбейтемін 3x плюс 3-ті. Тең болады деймізде. Мына 58-ге көбейтемін мына 2-ні, x квадрат минус 9-ті. Так, сонда мына жерде 33 x квадрат минус 9. Мына жерде 180 x ашайықшы. 180-ді 3-ке көбейтем тағы да. 540 минус 540. Плюс мына жер 180x. Мына жерде плюс 540 болады. Мына жерде 58x квадрат минус 58-ді көбейтем 9-ға 522. Так, мынаны ашып жіберсек 33x квадрат минус 33-ті көбейтем 9-ға 297. Так, мына екеуі қысқарады. Сонда 180-ге 180 қосам 360x. Мынаны шығарам минус 58x квадрат болады. Мынаны шығарсам плюс 522 болады. Тең 0. Так, 33-тен 58, то есть 58-ден 33-ті алып тастаймын. Минус 25x квадрат. Так, 360x. 522-ден 297-ні алам. 225. Тең болады 0. Так, мына жерде 25-ке, минус 25-ке бөліп жіберейік бәрін. Сонда таңба өзгереді. Минус мына 14,4x минус 25-ке бөлсек 9 тең 0. Дискриминант 14-те 4-тің квадраты 207-де 36. Плюс 4 көбейту 9. То есть, минус 4 көбейту минус 9 ғой, мына сонда плюс болып кетеді, бірден есептеп отырмын мен. Так, осыған қосам 36. Сонда 243 де 36 болады. Так, и осыдан x-ті табатын болсам, ол менде плюс 14-те 4, плюс минус мынаның түбірі 15-те 6 бөлу 2, енді x бір табатын болса. Так, мына екеуін қоссақ 14-те 4-ті
бөлем 2 десем 15 шығады. Мына екеуін азайтсақ 14-те 4-тен азайтам 15-те 6 десем, минус 1,2, 12-ке бөлсем, минус 0,6 шығады. Так, минус таңба алынбайды, сондықтан біз 15, яғни минус уақытқа минус пайдаланбайды, сондықтан біз 15 деген санды аламыз, яғни бұның уақыты 15 сағатта жүзіп өткен екен. Так, түсінікті болады деп ойлаймын. 12-де 9-ды шығарайық. 12-де 9 емес, 12-де 10. Тұрақты жылдамдықпен жүріп келе жатқан көлік жолда 6 минутқа тоқтады. Так, белгіленген межеге жету үшін қалған 36 км жолда көлік жылдамдығын 4 км сағат арттырды. Көліктің бастапқы жылдамдығын таңды. Так, жылдамдық жүріп келе жатқан көлік жолда 6 минут тоқтады. Т тең болады 6 минут, 6-ны 60-қа бөліп жіберем. Сонда 1/10 болады. Так, сонан кейін белгіленген межеге жету үшін қалған 36 км жолда, яғни S тең болады 36, жылдамдығын 4 км сағат арттырды. Яғни бірінші алғашқы жылдамдығы X болатын болса, екіншісінде ол уже 4 км сағатқа арттырады. Көліктің бастапқы жылдамдығын табыңдар дейді. Ну, В көлік табу керек, мынаны табу керек. Так, значит, бұл жерде, яғни бастапқы жылдамдығын қараймыз. S бөлу жылдамдық, одан S бөлу екінші жылдамдықты алып тастаймыз. Сол кезде ол бізде 1-де 10 деген, 10-нан 1 деген сағатта жүріп өтті. Мен осындай формуланы құрып есепті шығарайын. Мына жерде бізде 10 көбейтілген x плюс 4-тен келеді ортақ бөлімі. Мына жерде менде 10x-тан келеді. Ал мына жерде x көбейту x плюс 4-тен келеді. Сонда 36-ны 10-ға көбейтсем 360, x плюс 4. Мына жерде минус 36, 10-ға көбейтем 360x. Мына жерде x көбейту x плюс 4 шықты. Так, енді жақшаларды ашайық. 360x плюс 360-ты 4-ге көбейтсем 1440 минус 360x. Мына жерде сразу шығарып жіберейік. X квадратты минус x квадрат болып шығады. Мына 4x шыққанда минус 4x болып шығады. Так, мына екеу қысқарып баратыр. Мына бірінші x квадрат жазайық. Одан кейін минус 4x. Одан кейін 1440. Тең 0. Так, таңбаларды ауыстырамыз. Яғни минус 1-ге көбейтіп жатырмыз, Так, дискриминант табайық. 4-дің квадраты 16, минус 4 көбейту минус 1440, яғни плюс болып өтеді, Так, 1440-ты көбейтемін 4-ке. Оған қосамын 16-ны, 5776 шықты. Так, енді x-ті табатын болсам, ол менде қайда? Минус 4, плюс-минус мұнаның түбірі 76 бірден жазайық, бөлу 2. Сонда x1 тең болады минус 4 плюс 76. Яғни 4 алып тастаймын деген сөз, оны 2-ке бөлсек, 36 болады біріншісінің жауабы, ал екіншісі минус 4 минус 76, ол минус 80, 2-ке бөлсек минус 40. Но енді бізде жылдамдық минус бола алмайды, сондықтан біз мына плюсті аламыз. Яғни көліктің жылдамдығы 36 км сағат болған екен. Так, 12-де 12-ні шығарайық. Катер көлдегі 18 км жолға кететін уақыт ішінде өзен ағысымен 5 км. Так, S ағыспен 5 км жүреді. Ағысқа қарсы 12 км жүзеді. Өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат болса, В өзен 3 км болатын болса, катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. В катер табыңдар. Так, мына жерде не жоқ, достар? Мына жерде уақыт жоқ. Ал уақыттың орнына бізде беріліп тұр, катер көлдегі 18 км жолға кететін уақыт ішінде дейді. То есть біз мынаны S тең болады VT деген бар ғой. Содан шығарып аламыз, мына жерден Т-ның уақытын шығарып аламыз. Ол бізде S бөлу V ғой. Яғни мынаның орнына S общий 18 сағат 18 километрге кететін уақыт дегеннен кейін біз бұны Т-ны мынандай қылып белгілеп өрнектеп аламыз, 18 бөлу X деп өрнектеп аламыз. Сол кезде бізде бұл Т, мынау Т тең болады. Ағыспен бірге жүзді, ол 5 км жүзді. Жылдамдығы ағыспен жүзген кезде бізде жылдамдығы артады, x плюс 3 болады. Ал ағысқа қарсы жүзген кезде бізде жылдамдық кемейді, керісінше x минус 3 болады. Сонда ағыспен бірге жүзгенде x плюс 3 дейміз.
И осыны қосамын. Ағысқа қарсы 12 км жүзді, жылдамдығы x минус 3-пен. Түсінікті ғой, е? Так, и осы өрнекті шығарам. Сонда мына жерде менде x квадрат минус 9 болады. Мынау себебі a квадрат минус b квадратқа кетіп тұр. Мына жерде x көбейтілген мынау бар, x минус 3. Ал мына жерде x көбейтілген мынау болады, x плюс 3. Так, енді осын шығаратын болсақ, 18 x квадрат минус 9 тең болады 5x, x минус 3 плюс 12x, x плюс 3. Мына жаққа жинайық бәрін. Мына жақшаны ашайық, 18x квадрат. 18-ді көбейтем 9-қа, 162. Мынаның бәрін шығарамыз. Минус 5x квадрат. 5x-ді минус 3-ке өте минус 15. Ауысқан кезде плюс 15x болады. Так, 12x-ді x-ке өтем 12x квадрат. Ауысқан кезде минус 12x квадрат болады. Так, мынаны көбейткенде 36x, ауысқанда минус 36x болады. Так, ар қарай. Так, x квадраттар 18x квадрат, минус 5x квадрат, ол менде 13x квадрат, одан 12-ні алып тастасаң, x квадраттың өзі қалды, е? Так, енді x-тар жинаймыз. Минус 36x плюс 15x, то есть 36-тан 15-ті алып тастасаң, минус 21x. Так, и менде 162 қалды, минус 162 тең болады 0. Так, енді дискриминант табамын. 21-дің квадраты 441. Минус 4 көбейту минус 162 дегесін, а менде плюс болып кетеді, я? Минус пе минус. Так, 4-ті көбейтем 162-ге. Оған қосам 441-ді 1089-ға тең болды. Так, x-ті табатын болсам, ол менде плюс 21, плюс минус, мынаның түбірі 33, бөлу 2. Бұдан x1 менде тең болады. 21-ге 33 қоссақ, 54, оны 2-ке бөлсек, 27. x2, 21 минус 33, 12, 12-ке бөлсек, минус 6. Так, минус санды алмаймыз, сондықтан жауабы бізде 27 болады. Так, бұл 12-де 12, я? Осының екіншісі бар. Моторлы қайық барлық жолға 1 сағат 10 минут уақыт жұмсап. Так, сразу 1 сағат 10 минут дегенде 10 бөлу 60 деп сағат қайналдырып жіберем. Сонда 1,1 бөлу 6, ол менде 6-дан 7-ге тең. Так, өзен ағысы бойымен 10 километр, S ағыспен 10 километр, S ағысқа қарсы 15 километр жүзет. Өзен ағысының жылдамдығы, өзен V өзен 2 км сағат болса, катердің өзен ағысы бойымен жүрген жылдамдығын табыңдар. Так, V ағыспен жүзген жылдамдығы x плюс 2 болады. Жаңа ағыс қосылады деді, ағыс көмектеседі. V ағысқа қарсы, ол менде x минус 2. Бізге тап деп тұр мынаны. Ағыспен жүзгендегі жылдамдықты тап деп тұр. Так. Мына жерде көрінбей қалды, я? V ағысқа қарсы тең x минус 2 болады. Мына жерде тағы да жазып жіберейін. Енді, так, мына жерге шығарайық. Қалай істесем екен? Мынадан бөлінді ғой. Мынадан бөлінді. Бұлай қарай шығарайын мен. Так, енді мына жерде формуласын құрамыз, я? Формуласын құрамыз. Яғни бізде бірінші ағыспен жүзген қашықтығы 10, оның жылдамдығы x плюс 2, плюс ағысқа қарсы жүзген 15, оның жылдамдығы x минус 2, и общий барлығында жұмсап тұр, 6-тан 7 уақыт жұмсап тұр. Түсінікті, да? Так, енді ортақ бөлім береміз, как обычно. Мына жерде 6 көбейту x минус 2 болады. X минус 2. Мына жерде 6 көбейту x плюс 2 болады. X плюс 2. А мына жерде x квадрат минус 4 болады, потому что мына екеуі a квадрат минус b квадраттың формуласы. Сонда мына жерде 10-ды 6-ға көтсең 60x минус 2 плюс 15-ті 6-ға көбейтсек 90 x плюс 2 тең болады. Мынау 7 көбейту x квадрат минус 4. Енді ашайық, 60x минус 120 плюс 90x мына екен көбейтсең 180. Мынаны шығарып жіберейік сразу, минус 7x квадрат. Мынау менде минус 28 болады, шыққанда плюс 28 болып түседі.
Енді жинақтаймыз. Минус 7х квадратты бірінші жазайық. Так, x'тар. X'тар мына 60, 90, плюс 150, я? Так, сандар. Минус 120, 180, 180, минус 120, 60 и плюс 28, плюс 88. Тең 0. Минус 1-ге көйіп жіберек. Минустан арылу үшін 7х квадрат минус 150, минус 88 тең 0. Енді дискриминант табайық. 150-дің квадраты 22500. Минус 4 көбейту 7. Көбейту минус 88, но плюс болып кетеді. 88. Так, 4 көбейту 7, көбейту 88. 2464. Қосам 22500. 24964. Так, енді x-ті табатын болса, ол бізде 150, плюс минус мынаның түбірі 158, бөлем 2 көбейту 7, 14-ге тең. Енді x1-ді табатын болсақ, 150-ге 158 қоссақ, 308, оны 14-ге бөлсек, 22-ге тең. x2-ні тапсақ, 150-ден 158 алып тастасақ 8. 8-ді 14-ге бөлсек, где-то 0,16 болады, шамамен. Или можно вот так, 8 бөлу 14, қысқартамыз 4 бөлу 7. Так, енді мұна минуспен шығады, сондықтан мұна минусын алмайым, 22-ні алам. Менде сұрап тұрғаны, өзен ағысы жылдамдығы, катердің өзен ағысы бойымен жүрген жылдамдығы, то есть ағыспен жүрген жылдамдығы мынау ғой. Яғни катердің жылдамдығы сонда менде болады, мынау болады. Мына 22-ге шықты ғой, менде 22-ге 2-ні қосам, сонда 24 болады. Неке жауабы. Так, ары қарай кеттік, 12-де 14-ті шығарайық. 2 жұмысшылар бригадасы қандайда бір уақыт ішінде 300 тетіктен дайындау қажет. То есть общий тетік 300 тетік дайындау керек, олар. Бірінші бригада әр күнде екінші бригадаға қарағанда 10 тетік артық дайындап. Так, то есть бригада 1 аналарға қарағанда 10 тетік артық дайындайды. Бригада 2 x деп алайық. Так, тапсырманы бір күнге ерте орындайды. Әр бригада бір күнде қанша тетік дайындайды. То есть мыналарға қарағанда бір күн ерте орындайды. Да, то есть ерте бітіріп отырады. Да, былай істейміз. Бірінші бригада, который жұмысты күшт жасайтын, 10 тетік артық жасайтын. Олар 300 жасау керек болды. Это первая бригада. Жылдамдығы мынандай жылдамдықпен келе жатыр. Так, бұлар тең болады. Екінші бригадаға қарағанда бір күн артық жасайды ғой бұлар. То есть екінші бригада мынада x деген жылдамдықпен келе жатыр. И бір суткаға, то есть бір күнге артық. То есть оларда запаста бір күн бар деген сөз. Түсінікті, да? Минус 1 дейміз. Так, и осыны ақшамдап шығарамыз. Ары қарай ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі x көбейту x плюс 10. Так, мынаған сонда x-тен келеді, мынаған x плюс 10-нан келеді. Ал мынаған екеуінен де келеді, x көбейту x плюс 10. Сонда мына жерде 300x тең болады 300x плюс 3000 минус x плюс 10. Так, бәрін мына жаққа шығарайық. Сонда 300x. Так, мынаны шығарғанда минус 300x болып шығады. 3000-да минус 3000 болып шығады. То есть түсінікті, теңдеуден былай қарай шығарып жатырмыз, таңба ауысады ғой. Плюс x квадрат бірден көбейтіп жіберейік. Мынау минус 10x болса, мына жаққа шыққанда плюс 10x болып шығып кетеді. Тең болады 0 дейміз. Так, мына екеу кетеді. X квадрат бірінші жазайық. 10x-ті екінші жазайық. Минус 3000-ды үшінші олып жазайық, я? Так, дискриминант. Оның квадраты 100. Минус 4 көбейту минус 3000 плюс болып кетеді мына жерде. Так, сонда мынау менде 12100 ғой сонда. 12100, по-моему, бұның түбірі 110, да? Так, x-ті табайық. Менде минус 10 плюс минус мынаның түбірі 110.
бөлу 2. Сонда x бірім менде. Минус 10-ға 110 қоссам, 100 бөлу 2 ол менде 50 болады. А егер минус болатын болса, минус 120 2-ке бөлсем минус 60 болады. Так, енді бұл жерде бізде шешімі бір күнде қанша тетік дайындады. Енді минус 60 тетік дайындай алмайды, олар дұрыс па? Бізде минус 60 деген санға қолданбаймыз, сондықтан біз плюсын аламыз, 50 тетік дайындады деп айтамыз сонда. Так, осының екіншісін шығарайық. Бір тетікті өңдеуге бірінші жұмысшы, екінші жұмысшы қарағанда 1 минут уақыт кем жұмсайды дейді. Так, біріншіден 1 минут дегенімді сағат қалмастырам 1 бөлу 60. 1 бөлу 60 сағат. Бірінші жұмысшы 0,7 сағат ішінде екінші жұмысшыға қарағанда 1 тетік артық өңдесе, осы уақытта әр жұмысшы қанша тетік өңдейді? Так, получается 0,7 сағаттың ішінде бірінші жұмысшы екіншіге қарағанда 1 тетік артық істейді, артық өңдейді. Значит, жұмысшы 1 екіншісіне қарағанда 1 тетік артық істейді. Соответственно, екінші жұмысшы x болады, 1 тетік жасайды. Осы уақытта әр жұмысшы қанша тетік өңдейді? Так, екеуінің разницасы 1 минут, да? Екеуінің разницасы 1 минут. Біреу артық істейді, біреу, как обычно, істейді. И общий 0,7 сағаттың ішінде. Значит, бұл 0,7-де, мына нормально жасап атқан адамнан екінші артық жасап атырған адамның разницасы 1 бөлу 60 болып тұр ғой сонда. Да, мына разницасы 1 бөлу 1 минут, яғни 1 минут деген 1 бөлу 60 болып тұр ғой. Енді ортақ бөлімге келтіреміз осыны. Как обычно, да? Мына жерде менде ортақ бөлімі 60x, x плюс 1-ден келеді. Сонда мынаған 60 көбейту x плюс 1 келеді. Мынаған 60x-тен келеді. Мынаған x плюс 1-ден келеді. Так, енді көбейтсек, 0,7-ні 60-ға көбейтсек 42 болады. 42 x плюс 1 минус 42x тең x плюс 1. Сонда 42x плюс 42 минус 42x. Мыналар шығарайық, x квадрат минус, мынау x болады, шыққанда минус x болады. Так, мына екеу кетеді. Бірінші x квадратты жазайық, одан кейін минус x жазайық, одан кейін плюс 42-ні жазайық. Тең 0. Сонда мына x квадрат плюс x минус 42 тең 0. Мына жерде минус 1-ге көйт жібереміз, иә. Так, вет теоремасымен шығарып жіберуге болады мынаны. Екеуін қосқанда минус 1 шығу керек. Екеуін көбейткенде минус 42 шығу керек, да. x1-ге минус 7-ні x2-ге 6-ны берсең. Екеуін қоссам минус 1, көбейтсең минус 42. Так, енді минусын біз естественно ала алмаймыз, сондықтан плюсын аламыз. Бізде жауабы 6 болады сонда. Так, 12-де бұл 14. Енді 15-ті көрсетейін. Сонымен болған сияқты. Так, м операторы дейді. Шәкіртімен бірге жұмыс істегенде есепті 2 сағат 24 минут өңдейді дейді. Так, біріншіден 2 сағат 24 минут дегенде бірден сағат қайналдырам. Так, 4-ке бөлінеді ме екен бұл? Бөлінеді 4-ке. 2. 24 4-ке бөлсек. Неше еді 24 4-ке бөлсек? 6. Бөлу 15. Тағы да 3-ке қысқартуға болады, иә? Сонда 2 бөлу 5. 5-тен 10, 12 болады, иә? Сонда 5-тен 12. Так, шәкіртімен бірге жұмысқа есепті 2 сағаттан. Әрқайсысы жеке өңдегенде операторға қарағанда шәкіртіне 2 сағат артық уақыт қажет болса, олардың әрқайсысына қанша уақыт қажет? То есть оператор X жасайтын болса, оның шәкірті бұдан
2 сағат артық жасайды. Но общий екеуі мынандай уақытта өңдеп жатыр, иә? Общий екеуі жұмыс жасаса, олардың әрқайсысына қанша уақыт керек дейді. Так, ну, окей, бұл жерде біз былай деп аламыз. Мысалға, общий уақыты 1 сағат деп алса, 1 бөлу x, мынау оператор жасап жатыр, мынау шәкірті жасап жатыр. Екеуі общий мынандай уақыт жасап жатыр, 12-де 5 жасап жатыр. Осыдан шығарып аламыз. Ортақ бөлімін келтірсек, мына жерде 5x плюс 2, мына жерде 5x болады, мынада x плюс 2 болады, иә? Так, кешірім сұрайын. Көбейтсек 5x плюс 2 плюс 5x тең 12x плюс 2. Ашып жіберейік. 5x плюс 10 плюс 5x. Мынаны сразу шығарайықшы, минус 12x квадрат болады. 12x-ті 2-ке көбейтсек, минус 24 болып шығады, иә, шыққанда 0. Мына жер 24x қой. Так, минус 12x квадратты бірінші жазайық. 5-ке 5 қосам 10, минус 24x минус 14x плюс 10 тең 0. Так, минус 2-ке бөліп жіберейік та, сонда таңба ауысады, қысқарады. 6x квадрат плюс 7x минус 5 тең 0. Дискриминант. 7-нің квадраты 49, минус 4 көбейту 6 көбейту минус 5, мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. Сонда 6 көбейту 4 көбейту 5 ол 120, оған 49 қоссаң 169 шығады. X табатын болсақ, ол бізде минус 7 плюс минус 169-ның түбірі 13, көбейту 2 көбейту 6-да, значит 12. Сонда x бір менде минус 7 плюс 13. Минус 7 плюс 13 дегенім 5 бөлу 12. x2 минус 7 минус 13 минус 20. Значит, минус 20 бөлу 12. Қысқартсақ, минус 4-ке қысқартайық, минус 5 бөлу 3. Ал минус пен біз алмаймыз, сондықтан мынаны аламыз, 5 бөлу 12. Яғни, әрқайсысына 5 бөлу 12 уақыт керек екен. Так, и осының екіншісі соңғы. Машинист терушінің орнына уақытша 2 оқушы практикант жұмыс істеді. Олардың біреуіне қолжазбаны теру үшін машинистке қарағанда 3 есе артық, екіншісіне 2 есе артық уақыт қажет. Так. Екі практикант номер 1. Бұған 3 есе артық уақыт керек. Так, мына жерде достар мән беретін нәрсе, мына жерде есе деп тұр, то есть ол плюс емес, ол уже көбейту болады, 3x болады. Ал екінші практикантқа 2 есе артық уақыт керек. Оқушы практиканттар бірігіп жұмыс атқарғанда, осы жұмысты 6 сағатта орындаса, то есть общий олар 6 сағатта бітіріп тастайды, осы жұмысты екеуі қосылса. Әр теруші қолжазбаны қанша уақытта теріп шығады дейді. Но каждыйның жылдамдығын табу керек. Так, енді общий уақыты 1 деп алатын болса, мысалға, мына бірінші практикант жұмыс істеді, плюс екінші практикант жұмыс істеп жатыр, и екеуі общий 6 сағат дегенді 6 сағатта орындаса, ол 1 бөлу 6 деп қарастырамыз, иә? Неге? Себебі біз тең деп алғанда, например, мына практикант 3-тен 1 жұмыс жасап жатыр, екіншісі 2-ден 1 жұмыс жасап жатыр, и общий олар 6-тан 1 уақытқа жұмыс жасап жатыр, дұрыстар ма? Так, и осының жаңағы несін шығарамыз. Как обычно, ортақ бөлімі бізде қанша? 3-те 2 өтем 6, 6-ны 2 өтем 36x квадратты ортақ бөлімі. Так, 36x квадратты 3x-ке бөлсек, мына екеуін көбейтіндісі ғой. 12x-ке тең болады мынау. Мына екеуін көбейтіндісі 18x-ке тең болады. Мынау менде мына екеуін көбейтіндісі 6x квадратқа тең болады. Так, сонда менде 12x плюс 18x тең 6x квадрат. Екеуін қоссақ 30x тең 6x квадрат. Орын ауыстыра салайық. 6-ға қысқартып жіберейік. 5x. Так, мына жаққа шығарайық, иә? X квадрат минус 5x тең болады 0. X-ті жақшаның сыртына шығарайық. X минус 5
тең 0. Сонда x тең 0. X минус 5 тең 0. Сонда x тең 5. Но, естественно, олар енді 0 уақытта жұмыс жасай алмайды. Значит, олар 5 әр теруші қанша уақытта, яғни 5 сағатта теріп шығады деген сөз ғой каждый.